әнші Сандуғаш Жұмабек бостандыққа шықты. Ол осыдан 5 жыл бұрын туған қызымен құдағиын алдап, алаяқтық үшін сотталған болатын. Көпшілікпен қайта қауышқан өнер иесі Фейсбуктегі парақшасында жазба қалдырды. Алланың жазасын емес, пенденің жазасын алғаныма шүкір. Алланың жазасы мерзімсіз ғой. Ал пенде шіркіннің жазасы тек уақыттың жетегінде. Уақыты келеді, бітеді, өтеді, кетеді, ал жаратушының жазасын арқалау 77 ұрпағыңды шайқауы мүмкін. Тек өзіңді жоғалтпай, еңсеңді тік көтеріп, өзіңе, тағы өзіңе ғана сен. Бәрі жақсы болады. Аллаға шүкір, деп жазды ол. Еске сала кетейік, Сандуғаш Жұмабек 2017 жылы алаяқтық фактісі бойынша сотталды. Адвокат Айгүл Орынбектің мәліметінше, ол алаяқтықпен әр қаладан барлығы 14 пәтер алып, қандастарды үй мен азаматтық алып беремін деп алдаған. Бұдан бөлек Жұмабектің үстінен туған қызы мен құдағиы да шағым түсірген. Белгілі болғандай, Сандуғаш Жұмабек құдағиының пәтерін сатқызып, ақшасын бермей кеткен. Ал артынша бұл мәселе сотта қаралып, нәтижесінде алаяқ деп танылған Сандуғаш Жұмабек 5 жылға бас бостандығына айырылған еді.